Сәлем достар. Жылқы бұрынғы заманнан қазіргі заманға дейін адамдардың дамуына үлес қосқан киелі жануар. Бұл видеода жылқы өз қарсыластарына қалай шабуыл жасағанын білетін боласыздар. Ең алдымен мені таңғалдырған видеодан бастайық. Жылқы бұл жерде тауықтың балапандарын жеуде, ал тауық болса өз балапандарын қорғаудан қауқарсыз. Осы видеоға қарағанда жылқы расында балапанды жеуді ұнататын сияқты. Ал бұл жерде бәрі керісінше, әтеш жылқыға шабуылдап жатыр. Ал жылқы болса ашуланып артқы аяғымен бір тепті. Әтеш бірнеше метрге ұшып кетті. Алайда әтешімізді бұл тоқтата қоймады. Бұл жерде ешкімге шабуылдаған жоқ. Бұғы адамдардан үркіп, жылқыны үркітіп алып, тұяғының астына қалады. Осылайша бұғы біраз уақытқа дейін талып қалады. Жылқыда тұяқтан басқа тіс деген қару бар. Бұны негізінде көбінесе адамдар қолданып жатады. Ал бұл видеода өзімен өзі су алып бара жатқан адамды сәл болмағанда тістеп ала жаздады. Ал бұл видеода велосипедист жылқыны ұстаймын деп қолын тістетіп алады. Бұл видеода жылқының қандай күшті екенін көруге болады. Бұл видеода жылқы тісімен қойды көтеріп алай-бұлай лақтырады. Ал бұл видео Үндістанда орын алды. Питбул жылқыға шабуылдап жатыр. Жылқының артындағы арбасы болмаса, Питбул алдыңғы видеодағы қойдың күйін кешетін еді. Осы видеода да Питбул жылқыға шабуыл жасайды. Ал бұл жолы жылқы итті өз орнына қойды. Бақ шіркін, не деген керемет соққы. Ал бұл видеода жылқы мен түйенің арасына қақтығысты көруге болады. Түйе өзінің салмағы арқылы жылқыны езіп тастайды. Мінекей видеоның соңына да келіп жеттік. Бізді қолдау арқылы бізге подписаться етіңіз. Және де тегін лайктарыңызды аямай басыңыздар. Сіздермен болған Казбрайн арасы, қош, саламатта болыңыздар.